Руфаның видеосын көрдіңдер ма? Еркеш Хасеннің видеосынша. Қазір мен сіздерге одан да қызық нәрселерді айтайын. Ең бірінші видеоға лайк басып қойыңыздар, себебі бізде бүгін финал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы. Видео кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дегенде сіздер де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам деп отырыңыздар. Соған әрқайсысына сіздер 10 сауаптан аласыздар, 10 күнәларыңыз кешіріледі және Алла тағала сізді 10 рет зікір етеді. Ең біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көрінісі туралы айтып кетейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шаштары ұзын, шаштары қалың да, жұқа да емес еді, ортасында және шашы бұйра басты немесе шаштары түп-түзу де емес еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның беті томпақ емес еді, бірақ домалақ тәрізді еді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көзінің ағы тым ақ, ал қарасы тым қара болған. Тістері өте түзу, сөйлеген кезде бір сөзін екінші рет қайталамайтын еді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйегі өте ірі еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүрсе тура бір қиялықтан астына түскен сияқты айбатпен түсер еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шашы мен сақалы ақ болмаған. Тіпті сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 59-60 жасында ол кісінің ақ шашын санаған кезде ол кісіде 11 немесе 13 ақ шаш бар екенін санаған екен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жауырынында пайғамбарлық мөрі болған, ол нұрланып тұратын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды бір кезіктірген адам ол кісімен қайта жолығуды қалайтын еді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен екі адам сөйлесе, ол екеуі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды мені бәрінен қатты жақсы көреді деп ойлап қалатын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қарны болмаған және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкірегінен қарына дейін андай жұмсақ түктер болады, дәл солмен қапталған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан біреуді қолымен ұрмаған еді, ешқашан өмірінде. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан тамақты жалғыз жемеген, әрқашан да біреуді қасына шақырып алып бірге тамақ жейтін еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды бірінші рет көрген адамға пайғамбарымыздың мысы басатын еді, яғни ол кісінің қасында артық сөйлемейтін еді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен жолыққаннан кейін ол кісімен тағы да жолыға алатындай әсер қалдыратын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның туылғаннан өмірден өткенге дейін және өмірден өткеннен кейін де өзінің арнайы хош иісі бар еді. Ол иіс еш қайда жоқ, тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда ғана болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір адаммен сөйлесе, оның бетіне денесімен толық бұрылып сөйлесетін еді, бір сөзін екінші рет қайталамайтын. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дауыстап күлмейтін еді, әрқашанда күлімдеп жүретін еді. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның денесіне ешқандай да шібін, шіркей немесе жәндіктер қонбаған. Ол кісіні шағып мазаламайтын еді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көлеңкесі болмаған. Құрметті бауырлар, сіздер өміріңізде көрмеген адамдарды ғайбаттаудан шаршамадыңыздар ма? Сол өміріңізде көрмеген адамдар үшін өздеріңіздің бүкіл сауаптарыңызды беріп, оларды ғайбаттамақшысыздар ма? Кім біреуді бір кінәсі үшін сынаса, сол кінә, сол нәрсе өзінің басынан өтпейінше, ол бұл дүниеден өтпейді деген. Сол үшін біреудің өмірін талқылауды доғарыңыздар. Қазіргі күнге кез келген адамның өмірі, оның жүріс-тұрысы, істеген ісі, ұятсыз тірліктері бірден трендке айналуда. Миллиондаған просмотрлар, миллиондаған адамдардың назары. Бірақ адамдар сондай нәрсеге мән бере беріп, миларын толтырғандықтан, олар нағыз өздеріне керек нәрселерді, керек ақпараттарды қабылдай алмайтын болған. Мен күнделікті салып жүрген пайғамбарлардың өмірінде ары кетсе 100 мың адам қарайды. Бұл дегені небәрі 100 мың адамға ғана бұл нәрселер қызық. Яғни пайғамбарлардың өмірі, ислам діні, шариғат, өзгелердің өмірін қызықтырмайтын, біреуге ешқашан еліктемейтін, біреуді күнәсі үшін сынамайтын, талқыламайтын адамдар сонда Қазақстанда 100 мың ба? Сол үшін ешқашан біреудің өмірін талқыламаңыздар, доғарыңыздар ол нәрсені. Өздеріңізге пайдалы болған нәрселермен айналысып, дүние ақыретіңізге пайдалы нәрсе жасаңыздар. Алла тағала ешқайсымыздың күнәмізді ашып қоймасын. Видео біткенше сіз неше рет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам деп айттыңыз? Жаза кетіңіз.